Талдықорған қаласында Нұр Отан партиясының 11 мыңнан астам мүшесі бар. Олар 230 партиялық топпен 28 бастауыш партия ұйымының тізімінде тұр. Қазір қалалық және облыстық мәслихат депутаттығына үміткерлерді анықтау үшін партияшілік праймериздер өтіп жатыр. Шаһар іргесіндегі бір ғана Өтенай ауылында осы әдіспен кандидаттарды іріктеуге 5 бастауыш партия ұйымы қатысты. Олардың атынан облыстық мәслихат депутаттығына үміткер болуға ниет білдірген екі азамат жиналғандарды өздерінің сайлау алды бағдарламаларымен таныстырды. Артынша оларға дауыс беру үдерісі өтті. Жеңіске жеткені қалалық партия филиалының конференциясында кандидат ретінде бекітіліп, сайлау комиссиясына ұсынылады. Айта кетейік, мұндай сайлау праймериздері Талдықорған бойынша 19 жерде өтті. Нәтижесінде 4 облыстық және 15 қалалық мәслихат депутаттығына үміткерлер анықталды. Әрбір сайлаушылардың жиналысында міндетті түрде альтернатива болып өтірді. 2-3 адамнан жеңіске жеткен көп дауыс алған адамдар ғана тізімге енгізіліп, ары қарай сайлауға баруға бүгін өздерінің жолдамаларын алып отыр.